Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Әсем. Бүгін өте дәмді ватрушки бәлішін пісіреміз. Біз ең алдымен қамырын жасап аламыз. Қамырымызға бізге сары май, ұн, ванилин, қант және тұз қажет. Ыдысымызға ұнды саламыз және оның үстіне қантымызды, ванилинді барлығын салып және шым-шым тұзымыз саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін сары майымызды саламыз. Сары майымызды шанышқының көмегімен үгітіп, езіп араластырып аламыз. Немесе қолдарыңызбен араластырсаңыздар болады. Қамыр үгіндіміз дайын болды. Енді біз салмасын дайындаймыз. Салмамызға бізге қара өрік, слива, жұмыртқа және жүгер крахмалы, сүзбе, қант қажет. Ыдысымызға сүзбеміз саламыз. Оның үстіне жұмыртқамызды және жүгері крахмалын, қантымызды барлығын салып, блендердің көмегімен әбден езіп аламыз. Және вилкамен де езіп араластырып алуға болады. Массамыз біркелкі болғанша барлығын араластырдық блендермен. Енді біз сливамызды, яғни қара өрігіміздің ортасын тазалап, дәнегін алып тастаймыз. Жаз мезгілінде осындай әртүрлі жемістер көп піседі. Осы жемістермен әртүрлі бәліштер пісірсеңіздер өте дәмді, әрі оңай. Өз басым жаз мезгілінде осындай әртүрлі жемістермен бәліш пісіргенді өте ұнатамын. Және әрі оңай, шайға өте дәмді. Осылай барлық ішіндегі дәнектерін аршып тазалап аламыз. Пергамент қағазын төсеп, шет-шетіне бортик салып, ыдысымыздың үстіне қамыр үгіндіміздің жартысын салып, күрекшенің көмегінен барлығын нығыстап бастырып шығамыз. Дайын болған массамызды, яғни сүзбе қосылған массасын барлығын салып, шет-шетіне салып шығамыз. Және одан кейін қара өрігіміздің кесілген жағын үстіне қаратып, тізіп шығамыз. Тізіп шыққаннан кейін қамырымыздың жарты үгіндісін үстіне себеміз. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. 180 градуста қызарғанша 40 минуттай пісіреміз. Бәлішіміз пісті, енді суиды. Суйғаннан кейін сыртындағы пергамент қағаздарын шешіп аламыз. Әдемілік үшін қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Және бұл бәлішпен балмұздақ берсеңіздер өте дәмді, әрі оңай, әрі тез жасалатын шайға өте дәмді бәліштердің бірі. Отбасыларыңызға қуантып, осындай дәмді бәліш жасаңыздар. Иісі, дәмі керемет. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі де менің десертімді жіберіп алыңыз. Келесі кездескенше күн жақсы.